Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге дәл осындай 3D анимациялық слайдты қалай жасау керек жолын көрсетіп өтетін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз болады. Ең алдымен біз браузерге барып, Focus Key деп жазамыз. Мінекей бірінші сайтқа кіреміз. Бұл сайтта мына жерде тегін жүктеу деген бар, 32 бит және 64 бит. Сіздің компьютеріңіз қай жаңағы версияға сәйкес келеді, соны өзіңіздің компьютеріңізге скачать етіп аласыздар. Мен 64 бит дегенді жүктеп алдым компьютеріме. Ол мінекей рабочий столда осылай Focus Key деп шығады. Үстінен басамыз. Басқаннан кейін New Project дегенді басамыз. Мінекей қараңыздар, сабақтарға арналған өте керемет 3D үлгідегі анимациялық жаңағы шаблондар бар. Бұл жерде платный және бесплатный түрлерде бар. Бесплатный түрлері өте көп. Өздеріңізге ұнаған шаблондарды осылай қарап отырып, таңдап алып, жасап өзгертуге болады. Енді қазір осы жерден бір шаблон түрін таңдайық. Мысалға мен класс деген бар. Таңдау үшін үстінен бір басасыз, басқаннан кейін автомат түрде бізде осылай өзгерістер енгізетін шаблонның түрлері ашылады. Енді қазір өзгерістер енгізетін боламыз, ол үшін мына жерде екінші бетіне барамыз. Мінекей бізде осылай шығады. Енді өзгерту үшін үстінен бір басып, осылай жазылған сөздерді кетіріп тастау арқылы өзіміздің сөзімізді жазатын боламыз. Мысалға мен тақырыпты алайын, презентация жасау депті. Презентация жасау деп қойды. Мінекей автомат түрде бізде осылай шығады. Енді осының түсін өзгертуге болады, шрифтін өзгертуге болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасалсаңыздар болады. Ортаға, шетіне, оң жақ шетіне, сол жақ шетіне қойға болады. Жирный курсив қоюға болады. Мінекей өздеріңіз қарап осы жеріне өзгертіп алсаңыздар болады. Енді келесі бетіне өтеміз. Мінекей мына жерде енді тағы да өзгерістер енгізетін боламыз. Өзгерту үшін үстінен басып, мына жерде ручканың белгісі бар, соны басып кетіріп тастаймыз. Екінші бетіне енді өзіңіз слайдқа не жазасыз, соны осылай өзгертіп алсаңыздар болады. Құруға болады да слайдты. Келесі сақтауға болады. Үлгейту үшін мынаны басасыздар. Келесі өзгерту, өзгерістер енгізуге. Деп өздеріңіз осылай өзгертіп алсаңыздар болады. Енді мына жерге тақырып жадына қойсаңыз болады. Келесі үшінші бетке өтеміз. Мінекей үшінші бетіміз осылай. Енді осы жерге жаңағы текст жазу үшін мына жерде add text деген бар. Соның үстінен бассаңыз, осы жерге былай қай жерге жазғыңыз келеді, сол жерге сызып осылай жазсаңыз болады. Слайд деп жазайық. Енді осыны белгілеп алып, түсін өзгертуге және үлкейтуге болады. Келесі бетіне өтеміз. Мінекей осылай әр беттеріне осылай өзгерістер енгізіп шығасыздар. Одан кейін сақтау үшін жоғары жақта Save Project деген бар. Соның үстінен бассаңыздар, автоматты түрде осы жаңағы программаның ішінде сақталады. Енді осы жасаған жаңағы жұмысымызды көру үшін суреті бар, соны басамыз. Басқаннан кейін астында стрелкалар арқылы осылай көріп шығатын боламыз жасаған слайдымызды. Мінекей тақырыбымыз осылай әдемі эффектпен шықты. Келесі екінші бет. Мінекей осылай анимациямен бірге осылай әдемі болып шығады. Өте керемет сайттардың бірі. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы ұсынған видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын.